Барлықтарына сәлем. Бүгін бізде эфирде Манарбек Шойып. Саламатсыз Шойып? Ассалаумағалейкум. Менің есімім Шойып. Алматы қаласынан боламын. Масс рестлингмен айналысамын. Жалпы біріншіден масс рестлингті жолыңыз қалай бастадыңыз? Неліктен дәл ол спорт түрін таңдадыңыз және сізді не шабыттандырды? Мен ең алғаш студент болып түскен кезде спортпен жиі айналысатын едім. Спортты жақсы көремін. Менің ағайым Талап Сайфуллович ағай менің қол күресіп жатқан кезде байқап қалып арнайы шақырған. Кейін барып жүріп масс рестлингінің қызығуым арта түскеннен кейін осы спортпен кеттім. Айналысқаныма биылмен бұйыртса 5 жыл болып жатыр. Бүгінгі күнге дейін спорттық мансабыңызда ең маңызды жетістіктеріңіз қандай деп есептейсіз? Менің ең үлкен жетістігім десем, өткен жылы Бішкек қаласында Қырғызстанда өткен әлем чемпионатынан қола жүлдеге ие болу. Ол маған үлкен тәжірибе берді және әлемдік сахналарда өзімді көрсетуге мүмкіндік берді. Және де әлем чемпионатынан кейін Азия чемпионатынан қос қола жүлдеге ие болдым. Бұл мен үшін ең үлкен жетістік деп ойлаймын. Дайынсыз ба? Иә. Сіз масс рестлингтің өз еліңіздегі және жалпы әлемдегі даму деңгейін қалай бағалайсыз? Мен Қазақстанда масс рестлингі қарқынды дамып келе жатыр деп айта аламын. Соңғы жылдар еліміздің әр аймағында бұл спортқа қызығушылықтар артып келе жатыр. Жергілікті жарыстар жиі ұйымдастырылып, жаңа спортшылардың саны көбейіп келеді. Жастар да масс рестлингке бет бұрып, бұл спортты тек хобби ретінде емес, кәсіби жол ретінде таңдайды. Бұл біз үшін үлкен жетістік деп ойлаймын. Елімізде өткен жылы көшпенділер ойыны ұйымдастырылып жатыр. Бұл біздің қарқынды спортымыздың дамып жатқанының бір белгісі деп ойлаймын. Ал әлемдік деңгейде масс рестлингі жылдан жылға бедел жинап келеді. Мысалы, тек қана әлем чемпионаты, Азия чемпионатының сыртында Арнольд Шварценеггердің чемпионаты өтеді. Халықаралық федерациялардың қолдауымен өтетін әлем және құрлық чемпионаттар арқылы біз бұл спортты ауқымды кеңейтіп, түрлі елдерден мықты спортшылар шығып жатыр деп айта аламыз. Бәсекелестіктің артқан сайын масс рестлингінің деңгейі де көтеріле түседі деп айта аламын. Халықаралық жарыстарға дайындық процесіңіз қалай ұйымдастырылады? Жаттығуда қандай қағидаларды басты деп санайсыз? Иә, әрине бұл орынды сұрақ. Біз аптасына 3 уақыттан тренировканы үзбейміз, үнемі жаттығамыз командамызбенен. Бірақ халықаралық жарыстарға 2 ай қалған кезде аптасына 3 рет емес, күніге 2 ретке дейін дайындаламыз. Тек қана залда ғана емес, халықаралық жарыс таяғанға уақыт тығыздығына байланысты көбінесе уақытымызды тауда өткізуге тырысамыз. Өзімізді бос, еркін сезініп, таза ауа жұтып, денеміздің шынығуына көңіл бөлеміз. Тек қана тауда залының сыртында өзіміздің ас қорегіміз, яғни тамақтануымызды да реттей бастаймыз. Бұл біздің жарысқа үлкен себебін береді деп айта аламын. Сіз біздің халықаралық AGT KMWF Атланс турнирін қолдайсыз. Бұл жобаның бір бөлігі болып сіз үшін неге маңызды? AGT турнирін қолдау мен үшін әрине маңызды. Себебі бұл масс рестлингтің халықаралық деңгейде дамуына үлес қосып жатыр. Мұндай турнирлер спортшыларға әлемдік аренада өз шеберліктерін көрсетуге мүмкіндік береді деп айта аламын. Ал мен өз елімді танытып, басқа мемлекеттен келген спортсмендер және де олардың жаттықтырушыларымен бірге тәжірибе алмасудың жоғары бағалаймын. Бұл турнир масс рестлингтің танымалдығын арттырып, жастардан таландырады деп айта аламын. Өз елімді әлемге таныту және спортшыларды тәжірибе бөлісу бұл біз үшін өте үлкен мәртебе деп айта аламын. Студенттер мен балаларға арналған турнирге қатысу сіз үшін нені білдіреді? Сіздің ойыңызша мұндай турнирлер неліктен маңызды? Студенттер мен балаларға арналған турнирге қатысу мен үшін үлкен жауапкершілік әрі қуаныш деп айта аламын. Бұл турнирлер жас спортшыларға өз шеберліктерін көрсетуге, еңбекқорлық, тәртіп пен төзімділікті дамытуға мүмкіндік береді. Мұндай жарыстар жастардың әлеуетін ашып, оларды физикалық және психологиялық тұрғыдан дамытады деп айта аламын. Және де жастарға біз көңіл бөлетін болсақ, олар біздің ертеңгі болашағымыз. Біздің келешектегі еліміздің атын
өзге әлемге мойындайтын осы жастар. Сол үшін жастарға көп көңіл бөліп, көп турнир ұйымдастыру керек деп айта аламын. Алдағы AGT KMWF Атланс турнирінен қандай үміт күтесіз? Мұндай ауқымды шараға қатысу үшін нені білдіреді? Мен AGT турнирінен жоғарғы деңгейде жарыстар мен бәсекелестік күтемін. Бұл спортты шеберлігімізді шыңдап, әлемнің мықты қарсыластарымен тәжірибе алмасуы үшін керемет мүмкіндік деп айтамын. Мұндай ауқымды шараға қатысу біз үшін үлкен мәртебе. Себебі бұл өз елімізді халықаралық деңгейде таныту және спорттағы жетістіктерімізге үлес қосу деңгейін білдіреді деп айта аламын. Мастер реслинг жастарды тәрбиелеуде және спортты насихаттауда қандай рөл алады деп ойлайсыз? Менің ойымша үлкен рөл атқарады деп айта аламын. Бұл спорт тәртіпке, еңбекқорлыққа, табандылыққа үйретеді. Жастар тек спортта емес, өмірде де мықты бола бастайды деп айта аламын. Оның үстінен мастер реслингі қарапайым әрі қызықты спорт түрі болғандықтан көп жастардың назарын аудара алады. Турнирлер арқылы олар өздерін әлемге таныта алады деп таныта алатын бірден бір мүмкіндік деп айтуға болады. Осы турнирде алғаш рет мастер реслингпен айналысып жатқан спортшыларға не тілегіңіз келеді? Ең бастысы шыдамдылық пен еңбекқорлық. Алғашқы кезде бәрі оңай болмайды, бірақ еш қашан берілмеңдер. Әр жеңіліс тәжірибе сендерге тек сәттілік және де сенім тілеймін. Бұл спорт сендердің нағыз мықты болуларыңа жол ашады. Осылай тілегім келеді жастарға. Егер сізде мастер реслингті дамытуға 100 000 ақш доллары көлемінде қаражат салу мүмкіндігі болса, ол қаражатты қалай пайдалана едіңіз? Алдымен не істер едіңіз? Бірінші кезекте жастарға арналған жаттығу орталығын ашар едім. Онда жақсы жаттықтырушылар жұмыс істейді және де жаңа белдеудегі жаңа буын спортшылар өздерін дамыта алады деп айта аламын. Сосын келесі кезекте халықаралық жарыстар ұйымдастырар едім. Халықаралық жарыстар арқылы спортшылар тәжірибе алмаса алады. Ал қалған қаражаттарға құрал жабдықтар алатын едім. Осылай спортымызды кең көлемде дамытып, жастарға мүмкіндік ашар едім. Жалпы біздің алда келе жатқан AGT KMWF Атланс турниріне не тілек айта аласыз? Рахмет. Мен осы AGT турнир ұйымдастырып жатқан барлық адамдарға көп рахмет дегім келеді. Бұл арқылы біз спортымызды дамытамыз. Туған жерімізді, еліміздің атын шығарамыз. Және де жастарға көп болашағын ашар мүмкіндік беріп жатырмыз. Және қатысушыларға Қазақстанның атын қорғайтын жастарға сендер мықты болыңдар, сендер ертеңгі болашақсыңдар. Тек қана сәттілік деп айтқым келеді. Осындай жарыстар елімізде көп бола берсе деймін. Тек алға Қазақстан дегім келеді. Бүгінгі бізде интервьюда болғаныңыз үшін рахмет сізге Шұғайып. Алда жақсылықтар тілеймін және сау болыңыз. Жақсы, көп рахмет, сау болыңыз.